және де күнделіктегі бонус жайында мұғалімдерге арналған, оқушыларға арналған сол жөнінде де шағын мағлұмат беріп өтемін. Бұл қысқаша мағлұмат болады. Қосымша бізде жақын арада 4 тоқсаннан бастап КСП-ні автоматтандырылған түрі енгізілетін болады. Шымкент қаласы өте осы функционалды сұраған болатын. Соның мен қазір демо версиясын көрсететін боламын. Ал сәуір айынан бастап, яғни сәуір айының 1-нен бастап сіздер толығымен КСП-ні онлайн түрде осы біздің жүйемізде толтырып журналдарыңызға бекітуге мүмкіндік болатын болады. Енді жазбаны қостым. Жазбаны осы вебинар біткеннен кейін сіздерге жіберетін боламын. WhatsApp номер барлықтарыңызда бар. Сол WhatsApp номерге жазып алсаңыздар да болады. Соңында қайтадан айтып өтемін ол номерді. Немесе сіздердің жаңағы жауапты мамандарыңызға жіберетін боламын. Ең бірінші, өздеріңізге барлығы белгілі, таныс, бұл күнделік жүйесіне кіресіздер. Lessons-қа өтудің негізі 2 жолы бар. Ол журналдар арқылы өту. Егер сіздер үй тапсырмасын оқушыларыңызға осы журналдарға бекіту арқылы бергілеріңіз келсе, немесе бұл бағдарламалар бөлімінен күнделік Lessons дегенді таңдап беру мүмкіндігі. Енді қараңыздар, вообще күнделік Lessons бұл не үшін керек сіздерге? Күнделік Lessons бұл ең бірінші автоматтандырылған жүйе, яғни бұл конструктор. Сіздер осы Lessons-тың ішінде өздеріңізге оқушыларыңызға үй тапсырмасын құрай аласыздар. Оқушыларыңызға ТЖБ, БЖБ құрастыра аласыздар. Оқушыларыңызға сіздер қосымша тест тапсырмаларын берсеңіздер болады. Жүйе оны сіздер берген уақытта барлық оқушыларыңызға жібереді. Және де оқушылар өткеннен кейін ол жүйе өзі бірден тексереді. Яғни өзі тексеріп, қанша пайыз оқушы жинағанын сізге көрсетеді. Әр оқушы бойынша. Және де қай оқушы қай сұраққа қалай жауап берді, соны жүйенің ішінен сіз онлайн түрде көре аласыз. Яғни, бұрын сіздер қағазда көретін болсаңыздар, қазір онлайн түрде соның барлығын қарап көрулеріңізге мүмкіндік бар. Және де бір жасап қойған тапсырмаларыңыз ол жүйенің ішінде сақталады. Әрмен қарай жылдан жылға сол тапсырманы өңдеп оқушыларыңызға қайта бере берсеңіздер болады. Енді бірінші Lessons жүйесіне өтеге, жаңа айтқандай, бұл сіздердің журналдардағы күнтізбелік жоспарлау арқылы, яғни мына жерде үй тапсырмасы деген бөлімде онлайн тапсырма таңдау деген батырма бар. Осы батырмаға басқан кезде ең бірінші сіздерде күнделік Lessons деп тұрады. Осыған басуларыңыз қажет, яғни тапсырманы таңдау деп басасыздар. Сол кезде сіздер күнделік Lessons-ға өтесіздер. Міне, күнделік Lessons-қа өттік. Күнделік Lessons осындай түрде сіздерде ашылу қажет. Және де бұл күнделік Lessons-ке мұғалімнен басқа ата-ана кіре алады. Педагог-психологтардың өздерінің жеке кабинеттері бар, оқушылар кіре алады. Және де егер мектептеріңізде әкімшілер болатын болса, әкімшілердің де өздерінің жеке кабинеттері бар. Әкімші кабинеті қазір бізде демо-стенд түрінде жасалынған. Осы жылдың аяғына дейін бұны толығымен тапсыруға тырысамыз. Енді қараңыздар, Lessons-қа кірген кезде сіздер сол жағынан бірнеше бөлімдерді көріп тұрсыздар. Бұл каталог бөлімі, менің сабақтарым, сыныптарым, сертификаттар және парақша қызмет туралы деген. Каталог бөлімінен сіздер шаблон дейміз ғой, яғни өздеріңізге керекті пән бойынша тапсырмалар легін таба аласыздар. Бұл тапсырмаларды біз өзіміз мұғалімдермен бірлесе отырып енгізген болатынбыз осы жүйенің ішіне. Сол тапсырмаларды сіздерге тегін қолдану мүмкіндігі. Мысалға, математика пәнін алатын болсақ, математика пәніне 4-ші сынып, қандай да бір бөлімді таңдайсыздар, сол бөлімнің ішінде жасалынған дайын тест тапсырмалар, үй тапсырмалар бар. Осы тапсырмаларды өздеріңіз оқушыларыңызға тапсырма ретінде берсеңіздер болады. Немесе өздеріңіздің тапсырмаларыңызға осы тапсырмаларды көшіріп алсаңыздар болады. Болмаса, жаңағыда оқушыларға тек сілтемесін жіберіп, өздерінің жаңағы біліктіліктерін арттыруға қолдануларына да мүмкіндік бар.
Көшіріп алу деген не? Көшіріп алу деген, яғни сіз бұл тапсырманы көрдіңіз, бірақ кейбір тапсырмалары сіздерге сәйкес келмейтін болса, сол тапсырмаларын сәл өзгертіп, оқушыларыңызға әрмен қарай тапсырма ретінде берулеріңізге болады. Ал ол тапсырманы бермес бұрын сіздер өздеріңіз бастау батырмасын басу арқылы қарап көрсеңіздер болады. Қазір кейінірек тоқталатын боламыз. Әрмен қарай менің сабақтарым бөлімі. Менің сабақтарым бөлімінде сіздер өздеріңіз тапсырмаларыңызды осы конструктор арқылы құрастыра аласыздар. Немесе дайын тапсырманы осы сабақтардың ішінен алып өңдеуге мүмкіндіктеріңіз бар. Одан кейін менің сыныптарым бөлімі. Бұл бөлімнен сіздер сабақ беретін барлық сыныпты қарай аласыздар. Және де сол сыныптар бойынша қалай өтті, кім қалай жауап берді, соның барлығын көруге мүмкіндік бар. Қазір бір минут. Мысалға, мына жерден қарайтын болсақ, оқушы қалай өтті, қандай тапсырмаға қалай жауап берді, соның барлығын көруге мүмкіндік болады. Бұл менің сыныптарым бөлімінде. Одан кейін менің сертификаттарым бөлімі, енді бұл барлықтарыңызға таныс. Шымкент қаласы бізде бірінші орында сертификат бойынша. Сандық мұғалім немесе күнделік эксперт бойынша сіздердің сертификаттарыңыз онлайн түрде осы Lessons-тың ішінде сақталып тұр. Одан кейін қызмет туралы бөлімі, яғни бұл жерден сіздер қазір мен айтатын барлық нұсқаулықты осы жерде видео нұсқасы бар. Сол видео нұсқасын қарап көре аласыздар, орыс және қазақ тілінде. Парақша енді кәдімгідей сіздердің аты жөндеріңіз жазылған парақ. Енді каталог бөліміне толығымен тоқталайық. Жаңа айтқандай, міне математиканы таңдаса, қандай да бір тапсырманы сіздер өздеріңіз қарап шығу үшін ең бірінші бастау батырмасын басасыздар. Бастау батырмасын басқан кезде сіздерде міне осындай үш не шығады, дизайнды жаңағыдай бастау. Яғни сіздер қай сыныпқа тапсырманы берейін деп жатырсыздар, сол сыныптарға арналған бұл дизайн. Немесе әр күні сол сыныпқа бірнеше дизайнда беру мүмкіндігі. Оқушыларды жалықтырмас үшін, бұл енді жаңағыдай анимацияланған графика ғой. Ең бірінші бұл қояндар деп аталады. Қояндар бұл көбінесе бастауыш сыныптарына арналған дизайн, яғни жаңағыдай қояндар көрініп тапсырманың дұрыс немесе бұрыс емес екенін көрсетіп отырады. Одан кейін мессенджер, бұл кәдімгі оқушылардың Telegram немесе WhatsApp-тағы дизайнына ұқсайды. Одан кейін классикалық, бұл кәдімгідей оқушылардың тапсырып жүрген онлайн тест платформаларындағыдай дизайн түрінде жасалынған. Енді мысалға қояндар түрінде ашып көрейік. Тағы да айта кететінде, каталог бөліміндегі тапсырмалардың 80%-ында осындай видео сабақтар енгізілген. Бұл теориялық материал, яғни оқушыларыңыз осы тапсырманы өткен кезде ең бірінші тапсырмамен танысып алу мақсатында. Яғни оқушы тапсырманы көреді, сол тапсырмамен бірінші танысып алады, яғни видео нұсқаулықтар бойынша немесе берілген жаңағыдай материалдар боламай, соның барлығымен оқушы бірінші танысып алады, содан кейін барып тапсырмаға көшеді. Енді тапсырмаға өткен кезде көріп тұрғандарыңыздай міне тапсырма берілген 4 метр 29 сантиметр қанша сантиметрді құрайды дейді, сантиметрмен өрнекте. Жауабын белгілейміз, жауап беру батырмасын басамыз. Міне, қоян келесі сұраққа өтті. Егер оқушыларыңыз немесе мұғалімдер тапсырмаға қалай жауап беру керек екенін білмесеңіздер, мына жерде шағын нұсқаулық бар, яғни суреттер түрінде көрсетілген нұсқаулық. Осыны қарап, қай сұраққа қалай жауап беру керек, соны көре аласыздар. Мына жерде біздің техникалық қолдау қызметіне хабарласу мүмкіндігі, яғни сіздер тапсырмадан қандай да бір қателік көрсеңіздер, немесе тапсырма өтілмей жатса, болмаса басқа да бір қателіктер шығып жатса, бірден осы тапсырмадан шықпай-ақ бізге жазу мүмкіндігі. Так. Енді мен тестте жауап беріп өтейін. Мына жерде 38 көбейтілген 2 дегенге оқушы жауабын жазу қажет.
сұраққа жауап беру қажет. Егер қандай да бір картинкаларды, яғни суреттерді қоятын болсаңыздар, оқушылар бұл суреттерді өздері қарап көре алады. Болды, жаттығуды біз бітірдік. Яғни біз қазір мұғалім ретінде өттік, бұл жаттығуды. Қарап отырсаңыздар, жүйе бірден айтып тұр. 10 сұрақтың 4-еуіне оқушы, яғни мұғалім ретінде сіз дұрыс жауап бердіңіз, 6-ауына дұрыс жауап бермедіңіз. Енді толығырақ дегенді басып, қай сұраққа қалай жауап беру қажет еді, соның барлығын көру мүмкіндігі бар. Яғни, тапсырманы бітіргеннен кейін сіз жаттығу нәтижесін көрсеңіз болады. Болды, енді сіз жаңағыдай тапсырманы көрдіңіз, білдіңіз, барлығы сізге ұнап отыр. Енді мен осы тапсырманы оқушыларға үй тапсырмасы ретінде беремін, және ол журналға тіркеліп тұрсын, оқушыға үй тапсырмасы ретінде сілтемесі тұрсын десеңіздер, үй тапсырманы беру батырмасын басасыздар. Осы үй тапсырманы беру батырмасын басасыздар, қандай да бір дизайнды таңдайсыздар. Қарап отқандарыңыздай бірінші қадамнан өтіп кетті, себебі сіздер журналдан уже көрсеттіңіздер, қай сыныпқа мен тапсырманы беруім қажет және қандай пән бойынша. Әрмен қарай, міне, қосымша өзі айтып тұр. Алгебра пәні бойынша орындау мерзімі 9 қаңтарға дейін. Не себепті 9 қаңтар деп тұр? Себебі бізде жаңағыдай мына жерде тапсырманы таңдаған кезде 8 қаңтарда онлайн тапсырманы таңдау деп өттік, ал келесі сабақ бізде 9 қаңтарда болады. Яғни оқушы 9 қаңтарға дейін орындау керек деп жүйе сізге нұсқаулық беріп тұр. Бұны өзгертсеңіздер де болады, басқа күнге берсеңіздер де болады. 9 қаңтар емес, 10 қаңтар ма, болмаса наурыз айына ма, қай күн ыңғайлы, сол күнге қарап берсеңіздер болады. Әрмен қарай, мына жерде әрекеттер саны деген бөлім бар. Бұл не дегеніміз? Бұл дегеніміз оқушы бұл тапсырманы қанша рет орындай алады. Яғни үй тапсырманы қанша рет орындауға сіздер рұқсат бересіздер. 1 рет па, 2 рет па, 10 рет па, шексіз ба, оны өздеріңіздер қоясыздар. Әрмен қарай уақыт. Яғни бұл тапсырмаға, яғни қанша уақыт бересіздер? Барлық тапсырмаға 30 минут, тапсырманы оқушы 30 минутта орындап шығу қажет. Ал бір сұраққа қанша уақыт бересіздер? 60 секунд бересіздер ма? 100 секунд бересіздер ма, бір сұраққа жауап беруге? Яғни осы барлық нұсқаулықтарды қойсаңыздар да болады, қоймасаңыздар да болады. Ең маңыздысы пән мен орындау мерзімін таңдасаңыздар болды. Үй тапсырманы беру батырмасын басасыздар. Үй тапсырма оқушыға өзінің күнделігіне кетті. Қосымша сіздер бұл тапсырманы WhatsApp немесе Telegram арқылы берулеріңізге болады. Болмаса экранда, яғни егер сіздердің сыныптарыңызда интерактивный тақта болатын болса, сол тақтаға осыны шығарып, оқушылар өздерінің QR мен ұялы телефондар арқылы скан жасап, үй тапсырмаға өту мүмкіндігі бар. Менің сыныптарыма өтейік. Берілген тапсырма 11 оқушыға берілді. Енді қазір біз бұл тапсырмаларды оқушының атынан өтуге тырысамыз. Қазір 1 минут. Мұғалімдер ренжімесеңіздер, экранға сызбасаңыздар, өйткені бұл жерде жазба сақталып жатыр. Енді қазір біз оқушыға өтеміз. Яғни бұл оқушының, қазір 1 минут. Оқушының күнделігі осы жерден үй тапсырмалары деген бөлімге өтетін болсақ, бірінші уақытты таңдайық. Біз жаңа 9 қаңтарға бердік тапсырманы, онда қаңтарды таңдайық. Міне көріп тұрғандарыңыздай тапсырма берілген сілтеме бойынша тапсырманы орындаңыз дейді.
Оқушы осы сілтеме арқылы өтіп, тапсырманы орындайды. Тапсырма ашылып жатыр. Оқушы да өзі толығымен осы лессонсқа кіре алады, яғни күнделік арқылы болсын, мұғалімнің берген сілтемесі арқылы болсын, қандай мүмкіндіктер бар, солар арқылы кірсе болады. Бұл тапсырмаларды ұялы телефон арқылы, яғни оқушы өзі ұялы телефон арқылы браузерге өтіп, lessons күнделікке өтіп, логин паролін, яғни күнделіктің логин паролін жазып, тапсырманы орындау мүмкіндігі бар. Міне, оқушы бірінші жаңағы айтқандай теориялық материалмен танысады, танысып болғаннан кейін тапсырмаға өтеді. Жаңа біз не қойдық қой, шарттарды қойдық қой оқушыға, яғни бұл тапсырманы жаңа бір сұраққа 60 секундта жауап беру қажет. Бұл тапсырмаға 30 минут беріледі, және де әрекеттер саны 2 рет тапсыруға мүмкіндік бар. Оқушыдан жиі сұрап тұр, дайынсың ба дейді, бұл тапсырманы орындауға. Егер дайын болса, онда жалғастыру батырмасын басады. Жаңа біз қояндар қылып көрсеткен болсақ, енді бұл мессенджер. Мессенджер түрінде оқушыларға тапсырма беріледі, оқушы соған жауап беру қажет. Көріп отқандарыңыздай, жоғарғы оң жағында уақыт тұр, таймер, және де астыңғы жағында осы сұраққа берілген уақыт жүріп бара жатыр. Міне, сұраққа жауап береміз. Есепте сұраққа жауап береміз. Әрмен қарай, міне, картинка. Мына жерден айтқандай, оқушы егер жауап беруге қиналатын болса, нені басу керегін білмесе, осындай нұсқаулықты қарап көрсе болады. Енді мен бірден жауап беріп өтейін тапсырмаларды. Аяқтау. Болды, тапсырма аяқталды. Енді біз мұғалім ретінде оқушы қалай орындады, соны қарап көрсек. Оған дейін, егер сіздер міне журналдар бөліміне кіріп қарайтын болсаңыздар, көріп отқандарыңыздай, 9 қаңтарға тапсырма бірден міне қойылды. Яғни, егер сіздер өздеріңіздің жұмыстарыңызды автоматтандыруларыңыз келсе, онда тапсырманы осылай үй тапсырмасына жаңағыдай берсеңіздер болады. Ол оқушыға да түседі, мұғалімде де көрінеді, ата-анадан да көрінеді оқушыға қандай тапсырма берілгенін. Және де оқушы бұны онлайн түрде орындайды. Әрмен қарай, міне, Әмір деген оқушы орындаған, қанша пайыз жинаған көрсеңіздер болады. 57 секундта өткен, 10 сұрақтың 7-еуіне, яғни дұрыс жауап берген, бұл 70%. Яғни, енді сіздер бойынша 8 балл бола ма, 7 балл бола ма, 9 балл бола ма, өздеріңіз бағаларыңыз әрмен қарай қоя берсеңіздер болады осы үй тапсырмасына. Және бұл тапсырманы орындауда сіздерге тағы да не береді? Оқушы тапсырманы орындады ғой, сіздер қанша минутта, сағатта орындағанын бірден көре аласыздар. Енді оқушы 57 секундта орындап шықса, яғни бұл өтірік деген сөз, оқушы дым ойланған да жоқ деген сөз. Бұл тапсырманы орындау барысында. Әрмен қарай қай сұраққа қалай жауап бергенін көрсеңіздер болады. Яғни қай сұрақта қателесті, қай сұраққа дұрыс немесе дұрыс емес жауап берді. Егер сіздер оқушыларыңызды қандай да бір тапсырмалар бойынша көрсеткіштерін жаңағыдай көрсеткілеріңіз келсе, мотивация дейді ғой, яғни осы тапсырмаларды орындауға мотивация бергілеріңіз келсе, электронды мынандай диплом беру мүмкіндігі бар. Яғни сіздер егер жаңағыдай айтсаңыздар, сіздерге арнайлап дипломды оқушыларыңызға құрастыру мүмкіндігі бар. Мына жерге жазасыздар, Абдраш Амер тапсырманы жақсы орындады деп. Жақсы орындады деп, оқушыларыңызға дипломды осындай электронды түрде берсеңіздер болады. Яғни сурет қоясыздар ма, мына жерден пән таңдасаңыздар болады. Енді басқа, мен қазір математика пәнінен өтіп тұрмын, сондықтан математиканы көрсетіп тұр. Басқа пәннен өтсеңіздер, басқа пәнді көрсететін болады.
сақтайсыздар. Бұл диплом сіздердің оқушыларыңызға, яғни Lessons-тың ішінде жаңағыдай жетістіктер деген, мені оқушыда жетістіктер деген бөлім бар. Осы жетістіктер деген бөлімнен осы дипломын оқушы өзі көре алады. Мысалға, мына жерде математика деп қарайтын болсақ, міне математикадан берілген жаңағыдай дипломы, иә. Мына сөздерін, тілін, иә, яғни қойылатын жаңағы печать, подпись дейміз ғой, соның барлығын өзгертуге болады. Тек бізге жазсаңыздар болды. Біз сіздермен осы диплом бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Енді бұл оқушыларға жаңағыдай үй тапсырмасын автоматты түрде беру, оқушы оны қалай өтеді, және де мұғалім оны қалай тексере алады, мен сізге соны көрсеттім, сіздерге. Енді екінші түрі, үй тапсырманы берген кезде мүмкін сіздер жаңағыдай журналдарға тіркелген қаламайсыздар, бірақ оқушыларыңыздың осы тапсырманы білудегі біліктілігін көргілеріңіз келіп тұр. Сол кезде сіздер онлайн тапсырма деп берсеңіздер болады. Онлайн тапсырма дегеніміз бұл оқушылар бұл тапсырманы өткен кезде ешқандай да күнге бекітілмейді. Қай кезде уақыты болады, сол кезде осы тапсырманы орындай алады. Немесе сіздерде қазір сабақ болып жатыр, және де сабақтан бір 10-15 минут осы білімдерін тексеруге уақыт алып қалсаңыздар, онлайн сабақ қылып берсеңіздер болады. Телефондармен кіріп жасаймын, сабақтың үстінде, немесе компьютерде отыратын болса, компьютерлер арқылы жасауға мүмкіндік бар. Яғни сіздер тапсырма бересіздер, бір рет қана орындай алады, сабақтың бітуіне мысалға 15 минут қалды, сол 15 минуттың ішінде оқушылар тапсырманы орындау қажет. Міне тапсырма берілді. Сіздер егер интерактивті жаңағыдай тақталарыңыз болатын болса, осы жерде мына QR кодты көрсетсеңіздер, өздері скандасап тапсырмаға өте алады. Болмаса WhatsApp, жаңа айтқандай, Telegram арқылы жіберсеңіздер болады. Немесе оқушы, оқушының өзінің жеке кабинеті арқылы кіріп, берілген тапсырманы осы жерден таба алады. Мені математика пәні бойынша берілген тапсырма осыны бастап өзі орындап кетеді әрмен қарай. Және де оқушы өзі өткен тапсырмаларында көре алады, нәтижесін қарай алады, немесе егер мүмкіндігі болатын болса, қайталап тапсыру мүмкіндігі де бар. Әрмен қарай, енді каталог бөлімі түсінікті болды, бұл жерден сіздер өздеріңізге қажетті дайын тапсырманы таба аласыздар. Енді сол дайын тапсырманы біз өзімізге көшірейік. Көшірме деген батырманы басамыз, 3 нүкте арқылы. Менің сабақтарым бөліміне өтеміз. Көріп отқандарыңыздай, көшірме болып жаңаға тапсырма сіздердің сабақтарыңызға, сіздердің аты жөндеріңіз бойынша көшірілді. Енді бұл көшірілген тапсырманы сіздер өңдей аласыздар. Яғни өңдеу батырмасын басасыздар. Әрмен қарай осы тапсырманы өздеріңіз өңдеп, бөлімін, тақырыбын, атауын, сабақтың типін, жаңа ма, бекіту ма, ТЖБ ма, БЖБ ма, типін көрсетіп, мүмкін сыныпты өзгертіп жібересіздер ма. Әрмен қарай теориялық материалды өңдеуге болады, яғни бұл видеоны алып тастасаңыздар болады, немесе басқа да элементтер қоссаңыздар болады, яғни мәтін қосасыздар ма, аудио, дайын PDF, Excel, Word файл қосасыздар ма, сурет қосасыздар ма, осының барлығын жасау мүмкіндігі бар. Әрмен қарай сұрақтар қойылған ғой енді. Осы сұрақтардың біреуін алып тастауға мүмкіндік бар. Өздеріңізден жаңағыдай сұрақ қоссаңыздар болады. Сол сұрақтың жауабын қосасыздар. Мына жерде жауап жасаудың да бірнеше түрлері бар. Барлық сұрақтарын барлығын өңдеп болғаннан кейін сақтау, яғни аяқтау батырмасын басасыздар. Тапсырмаларыңыз сіздің қалауыңыз бойынша өзгертілді. Бұны әрмен қарай оқушыларыңызға үй тапсырмасы ретінде, онлайн тапсырма ретінде бере берсеңіздер болады.
Бұл енді каталог бөлімінен өткен кезде. Енді мен өзім сабақ жасағым келеді, яғни онлайн контент жасап, оқушыларымға тапсырма бергім келеді десеңіздер, сабақты жасау батырмасын басасыздар. Енді қазір білесіздер ғой, оқушылар көбінесе компьютерде отырады, телефонда отырады. Оларға уже параққа жазу, тақтаға жазу деген сияқты қызықтырмайды, көбінесе. Сондықтан осындай конструктор арқылы сіздер өздеріңіздің оқушыларыңызды сабақты оқу процесіне қызықтырсаңыздар болады. Қандай да бір пәнді таңдайсыздар, сол пәнге қатысты сыныпты таңдайсыздар. Бір сынып бола ма, ол екі сынып бола ма, енді өздеріңізге байланысты. Сабақтың атауы, әрмен қарай бөлім және сол бөлімге қатысты тақырыпты таңдауларыңызға болады. Бұл оқушы тапсырманы жасап жатқан кезде қай бөлімге, қай тақырыпқа қатысты екенін білу үшін. Таңдамасаңыздар да болады. Яғни бұнсыз да сабақты жасай беруге болады. Әрмен қарай сабақтың типі бұл да маңызды емес. Сіздер бұны оқушыға не жасап жатсыздар, соны көрсету мақсатында ғой. Яғни бұл БЖБ ма, ТЖБ, бекіту сабағы, жаңа сабақ, немесе ұбт-ға арналған тесттер ма, соны көрсету. Әрмен қарай теорияны қосу. Теорияны қосу бұл да міндетті емес. Қайталап айтамын, бұл конструктор қалай жасайсыздар, солай жасалынады. Яғни теория тақырыбын енгізесіздер. Әрмен қарай элемент қосу, яғни кәдімгідей Word-тағыдай мәтін қоса аласыздар. Бұл мәтінге қандай да бір жаңағыдай бүкіл Word-тың функционалы ғой. Сіздерге керек не сурет жүктеу ма, таблица қосқыларыңыз келе ма, болмаса мынандай көбінесе енді бастауыш сыныптарына арналған жоғарғы сыныптарға осындай фигураларды қою арқылы түсіндіргілеріңіз келе ма, теориялық материалдарды. Соның барлығын қойып, формула, яғни болады кейде бір сайттардан формуланы көшірген кезде көшірілмей қалады, сондықтан қолмен жазу керек болады. Сол формуланы осылай онлайн түрде жүйенің ішінен жасауға мүмкіндік бар, жазуға. Әрмен қарай аудио, жаңағы шет тілінен беретін мұғалімдер бізде көп қолданады. Яғни сіздер оқушыларыңызға қандай да бір аудио материал беріп, сол аудио материалға байланысты сұрақтарды сұрастырсаңыздар болады. Бейне материал, яғни YouTube арнасынан қандай да бір сілтемені қоясыздар, сол сілтеме осы жүйенің ішінде сақталады да, оқушылар бірден сілтемеге өтіп, өздерінің жаңағыдай тапсырмаларын орындауларына болады. Одан кейін файл, яғни файл дегеніміз сіздерде дайын презентация бар ма, мысалға информатикадан кейде бір тапсырмалар болады, жаңағыдай Excel-ден қандай да бір мәліметтерді алып, сол мәлімет бойынша бір код жазу, сонда Excel файл, Word файл бола ма, реферат бола ма, соның барлығын осының ішіне мұғалім ретінде енгізсеңіздер болады. Сурет, яғни сіздерде бір дайын сурет болатын болса, сол суретті осы жерге енгізіп, оқушыларыңызға қандай да бір мәлімет беруге мүмкіндік. Теориялық материалды барлығын енгізіп болғаннан кейін сақтау батырмасын басасыздар. Біздің теориямыз сақталды, мәтініміз, таблицамыз, фигураларымыз, аудио, файл, сурет барлығы енгізілді. Енді әрмен қарай сабақты, яғни сұрақтардың тізімін жасауға көшеміз. Сұрақтарды жасау барысы өте ұзақ. Мен сіздерге енді қысқаша айтуға тырысайын. Толығымен бұл нұсқаулықта, яғни қызмет туралы деген бөлімге өтсеңіздер, сол жерде көрсетілген. Сұрақ жасаудың бірнеше түрі бар. Ең бірінші сіздер сұрақ жасаған кезде бөлімдерге бөле аласыздар. Яғни міне блоктар деп тұр. Бірінші блокта, егер біз алгебра пәнін алдық қой енді, тригонометрия, косинустардың тапсырмаларын беретін болсаңыздар. Екінші блок синустарға арналған тапсырма, үшінші блок жаңағыдай тангенстарға арналған тапсырма деп, осы тапсырмаларды бөлсеңіздер болады. Сұрақтар,
мысалға косинус деп белгілейік. Енді сұрақтарды жасау барысына көшеміз. Бірінші сұрақ. Жаңа айтқандай, сұрақтарды жасаған кезде барынша өздеріңіздің қалаған фантазияларыңызды қосып, осы жерде сұрақтарды жасауға мүмкіндік бар. Айтқандай, міне, таблица қосасыздар ма, болмаса керекті фигураларды қосасыздар ма, өздеріңізге. Одан кейін не формула қосуға да болады, өздеріңізге қажетті жаңағыдай барлық формулаларды қосу мүмкіндігі бар. Формула қосылды. Одан кейін не қоссаңыздар болады. Жаңағыдай қандай да бір спец символ дейді ғой, яғни символдар болатын болса, сол символдарды көрсетсеңіздер болады. Әр сұраққа жекелей аудио қоссаңыздар болады, сурет қоссаңыздар болады. Әр сұраққа жекелей теория қосуға мүмкіндік бар. Міне, интерактивті объект дегендер бар. Бұл енді көбінесе бастауыш сыныптарына арналған, яғни сіздер қандай да бір тапсырма бойынша осындай механикалық сағат, электронды сағат, моншақтар бар мына жерде. Яғни оқушыларға қандай да бір моншақтарды беріп, сол моншақтардың тізімін айтып, ол моншақтардың түсін көрсетіп, көрсетсеңіздер, қызыл және көк түсінде оң жағында, сол жағында 3 моншақ, оң жағында 7 моншақ деп оқушыларға қандай да бір тапсырма беру мүмкіндігі бар. Әрмен қарай, градусник, яғни температура өлшейтін құрал, қандай да бір градусын қосып берсеңіздер болады. Одан кейін механикалық термометр, минус 10 градус деп. Жаратылыстану пәнінен өте көп қолданылатын тапсырмалар. Әрмен қарай осындай таразы, яғни сіздер таразыны оқушыларыңызға жаңағыдай қандай да бір тапсырма өтіп жатсаңыздар, математика пәнінен болатын болсын, жаратылыстанудан болсын, тағы да қандай физика пәнінен болсын, осындай таразыны оқушыларға анимация түрінде беруге мүмкіндік бар. Енді осы сұраққа жауаптар. Жауаптардың жасаудың 6 түрі бар. Ол бірінші қарапайым тізімнен таңдау. Яғни ABCD форматы, А жауабы дұрыс болуы мүмкін, Б жауабы дұрыс болуы мүмкін, А және Б жауабы дұрыс болуы мүмкін, Бұл сұрақтарға толығымен осындай фигуралар қоса аласыздар, қажет болса. Болмаса сурет жүктей аласыздар, формула қоса аласыздар, барлығын осы жерден жасауға мүмкіндік бар. Тек сіздердің фантазияларыңызға қана қатысты бұл сұрақтарды жасау. Әрмен қарай еркін енгізу деп аталады. Еркін енгізу дегеніміз не? Бұның бірнеше түрі бар. Ең бірінші түрі бұл мұғаліммен тексеру. Яғни сіздер оқушыларға қандай да бір тапсырма бересіздер, оқушы сол тапсырманы орындағаннан кейін мен өзім баға қоям десеңіздер, мұғалім ретінде мұғаліммен тексеру деп басасыздар. Бұл оқушыдан сіздер онлайн эссе жинауларыңыз мүмкін, реферат жинауларыңыз мүмкін. Немесе шет тілі пәнінің мұғалімдері де көп қолданады, яғни бұл аудионы, яғни оқушылар аудио жібереді, сол аудионы тыңдау мақсатында. Сіздер көргілеріңіз келеді, оқушы қалай ол аудионы жасап тыңдап жатыр. Мұғалімдер тағы да ескертем, экранға сызбасаңыздар өтініш. Сая ханым, экранға сызбасаңыз. Қай мектеп сізіп жатқан? Мектеп жазылмаған, бірақ Ішіне қойсаңыз шығатын еді, рахмет. Еркін енгізу, яғни мұғалім өзі тексереді. Реферат жаңағыдай сұрайсыздар ма, презентация сұрайсыздар ма, аудио форматта сұрайсыздар ма, яғни оқушы өзі жаңағыдай дыбысын жазып сіздерге жіберу мақсатында. Болмаса
Не бар тағы да? Жаңағыдай формуланы, яғни толығымен параққа жазып, суретке түсіріп, сіздерге жіберу керек болса, соның барлығын онлайн түрде осы жүйенің ішіне сақтасаңыздар болады. Өздеріңіздің жаңағы WhatsApp чаттарыңызды толтырмас үшін. Бұл жүйенің ішінде тегін ешқандай да Google, жаңағы Drive деген керек емес, жүйе өзі сақтайды барлық материалды. Ал мұғаліммен тексермей, оқушының жаңағыдай клавиатура арқылы печатать еткенін, яғни жазғанын қаласаңыздар, ол да болады. Яғни сіз өзіңіз жауапты осы жерге көрсетесіздер, оқушы дәл осылай жауап деп жазу қажет. Одан кейінгі бұл сұрыптау. Сұрыптау деген енді аты да айтып тұр, оқушыларға қандай да бір тапсырма бересіздер, оқушы соны сұрыптап шығу қажет. Бұл оқушы формуланы сұрыптай ма, сандарды сұрыптай ма, там 1-ден 10-ға дейін немесе 10-дан 1-ге дейін деген сияқты. Болмаса сіздер қандай да бір сөздер тізбегін бересіздер. Мысалға, жауап беру қажет, осы сұраққа. Міне жауап беру қажет осы сұраққа. Оқушыға бұл сөздер, яғни басқаша түрде келетін болады, және де оқушыға тапсырма бересіздер. Сөздерді дұрыс орнына қойып шық деп. Яғни оқушы бұл сөздерді алып, біртіндеп жаңағыдай орнына қойып шығу қажет. Яғни бірінші жауап беру қажет осы сұраққа деп. Әрмен қарай топтар бойынша тарату деп аталады. Бұл не дегеніміз? Яғни сіздер сұрақты бересіздер, сол сұрақтың өзінің, сол сұраққа, яғни жауапқа кіретін сөздер, суреттер, мәтіндер болуы мүмкін. Оқушылар соны әр топқа өзі салыстырып қою қажет. Яғни сәйкестендіру, басқаша айтқанда. Мысалға, бұл топ бірінші болуы мүмкін, топ екінші. Осы топқа өзінің қажетті жаңағыдай сөздерін, сандарын көрсете аласыздар. Егер бастауыш сыныптарға, яғни бірінші сыныптың оқушыларына беретін болсаңыздар, бұл тақсандар, жұпсандар деп, болмаса дауысты дыбыстар, дауыссыз дыбыстар деп топтастыруға болады. Егер жоғары сыныптарға көшетін болсаңыздар, мысалға орыс тілі пәнінен бұл қандай да бір Пушкиннің, кімнің тағы да Лермонтовтың произведенияларының тізімдерін қойып, сол әр произведенияға өзінің авторын сәйкестендір деп қоюға да болады. Егер бұл математика пәні болатын болса, жаңағыдай косинус формулалар, синус формулалар, болмаса геометриядан жаңағыдай стереометрия, яғни стереометрияның фигураларын сәйкестендір деген сияқты, мына жерде фигуралардың барлығын таңдап, сол фигураларды осы топтарға, яғни сурет ретінде қойып, сөйтіп берсеңіздер болады. Бұл топтастыру немесе сәйкестендіру. Әрмен қарай сауалнама. Сауалнама дегеніміз не? Сіздерде, мысалға, ТЖБ, БЖБ-дан көп кездеседі, әр тапсырманың өзінің қандай да бір вес дейміз ғой, яғни бағасы бар. Мысалға, оқушы егер бірінші жауапты, яғни жауап деген нұсқаны таңдайтын болса, онда ол оқушыға сіз 5 деген балл бересіздер. Егер оқушы екінші жауапты таңдайтын болса, онда 0 деген балл. Егер үшінші жауапты таңдайтын болса, 1 деген балл. Әрмен қарай, солай әр сұраққа өзінің жауабын сәйкестендіріп, жаңағыдай балдарын бересіздер. Оқушы сол балдарды өзі сәйкестендіріп қойып шығу қажет. Содан кейін жүйе бірден барлық балдарды санап, сол балдарды соңында қанша балл жинаған сіздерге көрсетеді. Бұл немесе сауалнаманы, мысалға, сынып жетекшілері, яғни немесе мектептің ұжымы, қандай да бір сауалнама мектеп оқушыларынан, 11 сыныптың оқушыларынан болсын, 9-дың оқушыларынан, бастауыш сыныптың оқушыларынан сауалнама жинау қажет болатын болса, бір сұраққа сол бойынша сауалнаманы жинауға мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни жоқ, немесе деген сияқты нұсқаулықтарды қойып, бұл өте ыңғайлы. Мысалға, сынып жетекшімін, маған 1 айдан кейін наурыз айында қандай да бір осы жақында болатын, тақырып бойынша
тәрбие сағатын өткізу қажет. Сол тәрбие сағатына сіз оқушыларға бірнеше тақырыптарды бересіздер, оқушылар өздері жаңағындай таңдап сізге жауабын беруі мүмкін. Соны жаңағы WhatsApp арқылы әрқайсысына жазбай, осы жүйенің ішінен бірден сауалнаманы жинап алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді сұрақ, яғни сабақты жасаудың, яғни конструктордың сіздерге түрін көрсетіп айтып шықтым. Тағы да қайталап өтемін, бұл конструктормен жұмыс жасау енді сіздердің өздеріңіздің фантазияларыңызға, яғни қиялдарыңызға қатысты. Жүйені толығымен меңгеріп алсаңыздар, сабақты құрастыру өте оңай және де өте қызықты болып жасауға болады. Қазір мен осы жерден тоқтайын, қысқаша 10 минутқа. Сұрақтарыңыз болса, мен сіздерге барлықтарыңызға микрофонды қосамын. Сабақ жасау барысы бойынша, каталог бойынша сұрақтарыңыз болса, қойып өтсеңіздер, 5-10 минут уақытымыз бар. Жақсы әріптестер, онда болатын болса, сіздерге осы жүйе бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, мүмкін бір жерін түсінбей қалған шығарсыздар, естілмей қалған шығар, қайталап айту көрсету керек шығар, оқушының атынан, мұғалімнің атынан. әріптестер, бұл жүйе күнделіктің ішіндегі ақысыз жасалатын кәдімгі қосымша. Дұрыс қой алтын? Иә, толығымен ақы. Иә, еш ақысыз, кәдімгі ешқандай да келісімшартқа отырмайсыздар. Күнделікті кәдімгі қалай қолданып жүрсіздер, күнделікті дәл солай сияқты функциясын толық қолдана беруге болады. Сабақ құрастыру бойынша, тест алу бойынша, сауалнама бойынша. Сұрақ қойсам болар ма? Саламатсыздар ма? Видеоны қоса салыңызшы. Саламатсыздар ма? Құрметті әріптестер. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің сұрағым, бұл сабақ видео болып YouTube-та жарияланады ма? Өйткені түсінбей қалған оқушылар бар, ата-аналар бар, осыны қолдану инструкциясы хотя бы жолданса екен деген өтінішім бар. Жақсы, қараңыз. Иә, нұсқаулық, бұл видеоны мен сіздерге жіберді сразу. Құжаңдай бермесінші. Айттым ғой. Иә, мен сіздерге бұл видеоны сілтемесін жіберемін, яғни ата-аналарыңызға жіберсеңіздер болады. Да, кімнің дыбысы шығып жатыр? Естілмейді. Егер қажет десеңіздер, YouTube арнаға мен жүктей аламын. Бұнда ешқандай да қиындық жоқ. Сіздерге сол сілтемені YouTube-тан жіберуге де мүмкіндік бар. Алтын ханым, сіз маған жүктеген екен ссылка берсеңіз, мен чаттарға тастап, хабардар ететін боламын. Жақсы, рахмет үлкен. Онда сұрақтарыңызды әзірге жинай берсеңіздер болады. Мен қазір күнделіктегі жақында болатын және де қазіргі бар мүмкіндіктерді айтып өтейін. Содан кейін курстарға және де біздің серіктестеріміздің жаңалықтары жөнінде айтатын боламын. Ең бірінші бұл Алмас мырза, енді білмеймін сіздерде, біз әлі Шымкент қаласына бұны көрсеткен жоқпыз. Көп өңірлер әзірге сұрап жатқан жоқ. Егер сіздерде психологтардың кабинеттері болатын болса, сол кісілер осы жүйенің ішіне кіріп жұмыс жасауларына толығымен мүмкіндік бар. Олардың қазір бір минут жүктеліп жатыр. Яғни, сіздерде, мен білмеймін енді педагог-психологтардың жоспарларын қалай тіркейді және оны кім тексереді, бірақ олардың да жоспарларын жүктеуге мүмкіндік бар жүйенің ішінде. Бұл тек сол психологтардың қалауымен ғана біз мектептерге қосып беріп жатырмыз. Одан кейін консультация, яғни мұғалім енді психологтар қазір консультацияны парақта жүргізеді ғой, соны онлайн форматта жүргізу мүмкіндігі бар. Бұл толығымен конфиденциальная информация, яғни даже мектептің әкімшісінде де бұл екі жер жоқ, тек психологта ғана болады, егер керек болса. Және де ұсыныстарын осы жерде кәдімгідей өздері жасап, жүктеп, сақтауларына мүмкіндік бар. Ал lessons-тың ішінде
осы психологтарымызға арналған конспект бар. Соны қолдануларына мүмкіндік бар. Яғни психология деген пәнді таңдайды да, осы жерден өздеріне қатысты қандай да бір теориялық материалды қарап, оқып, соған қатысты материалдарды жүктеп алуларына болады. Бұл енді как қосымша ақпарат жеткізсеңіздер болады. Lessons-тың ішіне жаңағыдай өздерінің психолог деген рольдерімен кірулеріне болады. Және де каталогқа кіретін болса, өте көп қолданылатын тесттердің автоматтандырылған түрі жасалынған. Және бұл тесттерді ол психологтардың оқушылары өткен кезде толығымен жүйе өзі тексеріп шығады. Ол не деген сөз, қазір көрсетемін сіздерге. Яғни оқушы өткен кезде мына жерде қанша балл жинағанын көру мүмкіндігі бар. Және де қай сұраққа қалай жауап берді, және оның интерпретациясы, яғни төмен, жоғары, қанша балл жинады, қай бөлім бойынша, соның барлығын көруге мүмкіндігі бар. Екінші, жаңа айтып өткендей, жақын арада бізде бұл қосылатын болады. Яғни мен білемін, Шымкент қаласы өте қатты сұрады бізден бұны. Бұл міне КСП. Яғни жақын арада бізде КСП-ні қосу мүмкіндігі барлығын жаңағыдай бұйрық түрінде жасалынған, яғни оқушы, мұғалімнің аты жөні, мектеп, таңдалатын пәні, сыныбы, сол пәнге қатысты. Әрмен қарай бөлім, тақырып, сабақтың атауы, қанша бала қатысып отыр, қанша бала жоқ, тақырыбы, одан кейін сабақтың басы, ортасы, аяғы, және де не істеу қажет. Осы сіздерде жақын арада сіздерге берілетін болады сәуір айының басынан бастап. Және де егер бұны біз журналда жүктейміз десеңіздер, яғни күнтізбелік жоспарлауда қазір сілтеме қою мүмкіндігі бар ғой, КМЖ бойынша. Сол КМЖ-да бізде Lessons-қа тікелей сілтеме болатын болады. Сол сілтемені сіздер жаңағыдай Lessons-тың ішінен жасап, КМЖ-ларыңызды, сол КМЖ-ны осы жерге күнделік Lessons-тен КМЖ таңдау деп өтесіздерде, сол КМЖ-ны таңдап бекіте аласыздар. Және сіздерді тексеретін ДКСО бола ма, болмаса мектептің ұжымы бола ма, солар осы сілтеме арқылы өтіп қарап шығуларына мүмкіндік болады. Және де бұл КМЖ-ларыңызды Google Drive-та сақтауға, Яндекс облакада сақтайсыздар ма, басқа жерде сақтаудың уже қажеті жоқ. Барлығын осы Lessons-тың ішінде сақтап көретін боласыздар. Және тағы айтатын жаңалық, бұл бізде осы 2 күн болды. Тесттер деген осындай жүйемен біз қазір серіктес болып жатырмыз. Бұл тренажер. Яғни сіздер білем енді, жақын арада жаңағыдай ОЗП дейді. Енді қазақшасын қазір мен қарап алайын, орысшасын ғана білетін едім. Яғни мұғалімдердің біліктілігін, білім бақылау тестілеуі жақын арада өтеді деп естідік. Соған егер сіздер дайындалып алғыларыңыз келсе, онда осы жүйе арқылы дайындалсаңыздар болады. Бұл жүйеге кәдімгі күнделіктің аккаунты арқылы кіресіздер. Мен шығу деп басамын. Кіру деп басқан кезде күнделік деген мына жерде. Қазір жүктеліп жатыр. Алтын ханым, бұл ақысыз түрде ме? Жоқ, бұл ақылы, өкінішке орай біздің жүйе емес. Біз тек интеграция, интеграция ғой. Күнделік арқылы өтуге мүмкіндіктеріңіз бар. Ешқандай да жаңағыдай. Бұның бағасын қалай білуге болады? Қазір сіздерге көрсетемін. Бір минут, мен бірінші дыбысты. Яғни күнделік деп мына жерден басасыздар. Сауалнаманы өтудің қажеті жоқ. Міне PISA бола ма, Teams бола ма, Modo дейміз, Pearls бар, ОБТ-ға дайындала ма, аттестацияға дайындаласыз. Бұл тренажер, бұл жерден сіздер ешқандай да сертификат алмайсыздар. Тек тренажер дайындалсаңыздар болады. Ақысы, қазір мен айтамын.
яғни осылай жаңағы пәндерді таңдайсыздар. Одан кейін қажетті тілді таңдайсыздар. Сол кезде мына жерде подписка. Бұл жерде подписочная система, яғни жазылу қажет. Бір айға 2990 теңге. Егер сіздер 3 айға алатын болсаңыздар, онда 5000 теңге, иә. Енді бұл жерде бір мектеп болып жиналып алып, иә, алсаңыздар болады, бір компьютерден кіріп, осыны жаңағыдай өтіп дайындалуға, жеке өздеріңіз алсаңыздар болады. Енді бағасын біліп тұрмын, мүмкін кейбіреулерге қымбат болуы да мүмкін, бірақ енді бұл өздерінің жүйенің қойған талабы. Бұл Осы бір жерде- подписчикке арналған цена. Иә, подписочный. Яғни сіз 3000 теңге, иә, енді грубо айтқанда 3000 теңге төлейсіздер де бір ай Бір бойы. ай, бір ай, барлық- бір адам бір айға. Иә, бір адам бір айға барлық тесттер бойынша қарап дайындалып шығуларыңызға болады, мына осының барлығын. Бірнеше адам болып бүйтіп алсаңыздар да болады, бір аккаунт мысалға әкімшінің, иә, мектепте болады ғой, бір мектептің Иә, аккаунты иә. күнделікке тіркелген. Сол аккаунтты алып алып, осы жерден жүйені алып, жаңағы керекті мұғалімдерге таратып, сол мұғалімдер осы жүйеге өздері кіріп тапсыра Бұл берсе. қазір қолжетімді ма? Қазір қолжетімді, бағдарламалар бөліміне ертең көрсетілетін болады. Бүгін интеграция жасалды да. Мен сізге Алмас мырза сілтемені жіберемін. Болмаса Жақсы. қазір қарап алсаңыздар да болады. Тесттер KZ. Мына К шығуды басайын. Кіріп басқан кезде. Алтын ханым, қосымша тағы да бір сұрақ. Сіздер мынау психологиялық қолдау бойынша, Иә. оны сіздерге жеке өтініш беру керек па қосу үшін? Иә, егер сіздің мектептеріңізге керек болса, біз мектептеріңізге ашып береміз. Тек сұраныспен шығу керек? Иә. Тек жекелеген мектептерге ғана қосылатын болады. Дұрыс па? Иә, өйткені қалай айтсам болады, біз министерствоға жолдаған болатынбыз, керек па деп бүкіл мектепке, бірақ олар айтты, жоқ, бүкіл мектепке таратудың қажеті жоқ, бірақ егер мектептерге біздің жасаған керек болса, онда қосыңыздар болады. Түсінікті, ол да ақысы негізде ме? Иә, ол ақысыз, ешқандай да ақы төлеудің қажеті жоқ. Бұл жерде интеграцияны пайдаланған тек қана тесттер KZ қана ақылы негізде, ол өздері таңдай алады, ал қалған сіз көрсеткен бүкіл мүмкіндіктердің барлығы ақысыз негізде. Иә, тек тесттер ғана ақылы. Бұл неге көрсетіп жатырмын, өйткені естуім бойынша жақын арада сіздерде бір тесттер өтеді екен. Мода бойынша, мода бойынша ма, иә, соған көрсетіп жатырмын. Иә, соған дайындық. Сол тесттен осы күнделік жүйесінің аккаунт арқылы өтіп, осы тренажердан өтсеңіздер болады. Бізде қазір Алматы қаласының мұғалімдері толығымен осымен дайындалып жатыр. Алматы және Алматы облысы өте ұнап жатыр. Енді Шымкент сіздерге бірінші рет көрсетіп тұрмын. Жақсы, үлкен рахмет. Әріптестерден сұрақтар болатын болса, онда иә, біз сұрақ бөліміне қажетін болсақ. Иә, қазір мен дыбысты қосайын. Микрофондарыңызды қосып, сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Саламатсыз ба? Қазір осы көрсетілген жердегі тесттер бойынша биыл аттестациядан өтетін мұғалімдер дайындалса, сұрақтары кездеседі ме тестте? Енді бізге жаңа серіктесіміз айтты, осы қазіргі дайындалып жатырған тесттерге жасалынған тренажер деп. Там бір күндік подпискасы да бар, 990 теңге. Соны қарап көрсеңіздер болады. Бірақ қараңыздар, егер сіздер көрсеңіздер, иә, бұл тест жарамайды, мүлдем биылғы жаңағы тестке сәйкес емес, алдыңғы жылғы тесттерден құралған жаңағы сборник деп айтсаңыз, бізге жазыңыздар. Номер бар, иә, сол номер арқылы біз әрмен қарай серіктеспен сөйлесетін боламыз. Әзірге Алматы қаласы және Алматы облысына біз бұны көрсеткен болатынбыз. Ешқандай да хабарлама келмейді деген. Сұрақ қойсам бола ма? Иә, әрине тыңдап тұрмын. Саламатсыз. Мысалы, бана бір логинді алды, ол логин оқушыға да, мұғалімге де жарай бере ма сонда? Тесттерді айтып тұрсыз ба? Иә, мысалы, тесттерді мен логинді алдым да. Мен оқушы болып та тапсыра аламын тестті, мұғалім болып бана аттестация дайындық ретінде өтуге де бола ма? Иә, сол ішіндегі барлық сізге керекті тест бойынша өзіңіз дайындаласыз ғой тренажер ретінде. В общем, бір логинмен, бір подпискамен бүкіл не маған доступно болады. Иә, бір подписка, қанша айға подписка аласыз, сол ай бойы дайындаласыз. Бір ай дайындаласыз ба, бір күн дайындаласыз ба, 3 айға аласыз ба, 1 жылға аласыз ба? Ол емес, ішіндегі нәрсенің бәрі маған доступно болады. Иә. Рахмет.
Тағы да сұрақтарыңыз? Менде сұрақ бар, Тестер өшіре сұрақтар болсын. беруге бола ма? Иә, әрине. Психология қызметі бойынша қазір қарадым да күнделіктен таппадым қай жерде орналасқан. Және Қараңыз. де тағы да. Түсіндім сұрағыңызды. Ең бірінші сізде күнделікте педагог-психолог деген роль болу қажет. Яғни сізде күнделікте аккаунт болатын бойынша, сол аккаунтыңызда педагог-психолог деген роль болу қажет. Сол рольді сіз алғаннан кейін оны әкімшіге барып айтсаңыз болады. Маған педагог-психолог деген роль керек деп. Күнделік лессонске кіресіз. Ол лессонске кірудің, міне жаңа айтқандай, екінші жолы бағдарламалар деген бөлімде күнделік lessons деген бөлім бар, міне. Карточка. Осыған басып өтесіз. Сол кезде мына жердегі батырманы басқан кезде өзіңіздің аты жөніңіз тұрған батырманы басасыз да, педагог, психолог деген шығу қажет. Соны бассаңыз, сіз педагог-психологтың парақшасына өтесіз. Ал жаңаға көрсеткен журналдардағы план, яғни жоспар, консультация парақшасы бұл тек жеке сұраныспен ғана біз ашып бере аламыз. Егер сіз мен осы жоспарды күнделіктің ішінде толтырғым келеді, және де консультацияны, яғни жазбаларды күнделіктің ішінде толтырғым келеді десеңіз, осы біз сізге ашып бере аламыз, сіздің мектепке. Болды, рахмет. Ол ақылы ма, ақысыз ба? Ақысыз, күнделік жүйесі ақысыз ғой. Күнделік lessons, күнделіктің өзі. Тағы да сұрақтарыңыз? Саламатсыз ба? Мен Зерделі мектебінен сұрақ қойыншы дегенім. Видеоны қосып беріңіздерші, әріптесім. Осы жаңа айтылды ғой, модаға байланысты сұрақтар кездесуі мүмкін ба? Осымен дайындай аламыз ба? Осы тапсырмалардың ішіндегі сұрақтармен. Түсіндім. Енді қараңыз, сіздер тесттерге өткеніңіз, бұл тек интеграция. Мен көрсетіп жатырмын. Бізде интеграция бар, сіздер осы серіктестерге барып, соны қолдансаңыздар болады деп. Бірақ ішіндегі сұрақтар қорына мен сіздерге ешқандай да қазір гарантия бере алмаймын. Ішіне кіріп, қараңыздар. Қолдау қызметінің сол жерде астыңғы жағынан қарасаңыздар, номерлері тұр, консультаттары, яғни звондап сұрап көрсеңіздер болады. WhatsApp номерлері де тұр, WhatsApp номеріне жазыңыздар. Егер жауап бермей жатса, онда маған да жазыңыздар, біз сол кісілермен сөйлесіп, сіздермен жаңағыдай сөйлестіруге тырысамыз. Егер қажет болса, мүмкін вебинар өткізу керек шығар, тек сол тесттер бойынша. Оны да жасай аламыз, Алмас мырза, айтсаңыз болады. Мен тесттердің ұжымымен сөйлесемін, бір күнді белгілейміз, және сол кісілер сіздерге шағын вебинар өткізіп өздері айтады, толығымен. Жақсы, түсінікті, рахмет. Жаңа вебинарды қолдаймын осы нелерге байланысты сұрақтарға, тест тапсырмаларына байланысты. Бізге уақытын белгілеп, әрмен қарай айтатын болады сіздер. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Мүмкін бонустар жөнінде сұрақтарыңыз бар шығар. Қазір күнделікке беріп жатыр, оқушыларыңызға да беріп жатыр, ата-аналарға да беріп жатыр. Түсінбей жатқан боларсыз. Сулпакқа байланысты, Сулпак бар, қазір Теле2 бар, бізде Теле2. Ата-аналарға арналған жаңа Яндекс деген қосылып жатыр, Билайн қосылып жатыр. Кей бонустың ішіне кіріп қарасаңыздар, көресіздер, көп нәрсе бар ішінде. Мұғалімдерге қандай бонус бар екен? Мұғалімдерге тек сол сертификат үшін ғана бонус бар. Басқа бонус жоқ. 3000 бонус бар. Жақсы, әріптестерім, ондай болатын сұрақтарын... Саламатсыздар ма, сұрақ қоюға болады ма екен? Тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Видеоны қосып сөйлеңіздерші. Болады ма қоюға? Әрине. Мен сұрайын деген, біз мысалға формативті бағалауға қосымша жұмыс ретінде қосамыз ғой, өзіндік жұмыс, мазмұндама, бақылау диктанты деген сияқты жұмыс түрлерінде, бірақ кейін оларды бағалаған кезде, бірақ ол жерде бізде классикалық бағалау түрі ғана 5 балға дейінгі. Біз соны сол 5 балдық жүйемен бағаласақ, сол қаншалықты дұрыс, соны сұрайын деген едім. Сұрағыңыз түсіндім, бірақ бұл сұраққа сіз күнделіктің жауапты мамандарына жазсаңыз, мен тек күнделіктің қосымша жаңағыдай жүйелеріне ғана жауапты маманмын.
күнделіктің өзіне мен сізге ешқандай да жауап бере алмаймын. Нұржия апай, бұл сұрақты маған жекеме қойып жібере салыңыз WhatsApp-қа. Мен сізге жауап беретін боламын. Жарайды, рахмет. Сұрақ қойсам болады ма? Тыңдап тұрмын, иә, әрине. Видеоны қосып жіберейік әріптестер, иә. Насчет бонусов сұрайыншы деп едім. Сол видеоны фрагментін мен көре алмай қалдым ба, кешік. Жоқ, мен айтқан жоқпын, тек сұрап жатырмын. Егер сұрақтарыңыз болса, мен жауап бере аламын. Бонус жайлы мұғалімдерге қатысты бонус. Енді қараңыз, мұғалімдер бізде қазір тек қана курстардан ғана ала алады. Егер сіз сандық мұғалім курсын өткен болсаңыз, немесе эксперт курсын өткен болсаңыз, сізге біздің күнделік ұжымы 3000 бонустан береді. Ол бонусты, егер сіз әзірге сертификат алмасаңыз, немесе бонусыңызды жаратпасаңыз, күнделік бонусқа тіркелмесеңіз, жаратуыңызға болады. Сұлпаққа бар. Яғни, сіз бірінші кей бонус деген бағдарламалар бөлімінде, қателеспесем, біріншілердің қатарында тұр сол. Міне, күнделік бонус деген вкладка бар, осыған басып тіркелесіздер. Не күнделік бонус дегенге өздеріңіздің аккаунттарыңыз арқылы кіресіздер ғой. Міне, аты жөндеріңіз бірден шығады. Егер сіздер сертификат алған болсаңыздар, сол сертификаттарыңыздың бонусы осы жерден көрінеді. Және де, егер сіздің балдарыңыз, яғни өздеріңіздің балаларыңыз болатын болса, сол балаларыңыздың да кошелектарын дейді ғой, көрсеңіздер болады. Қанша балы бар, қанша жинады деген сияқты. Әрмен қарай, мына жерде өздеріңіздің жинаған балдарыңызды сұлпаққа айырбастасаңыздар болады, яғни айырбастау деп басып, әрмен қарай сұлпаққа өтесіздер де, жаңағы күнделік бонустағы жазған телефон номерларыңызды енгізіп, бонустарыңызды сұлпақтың ішінде қандай да бір затқа айырбастауға мүмкіндік бар. Мысалға, менде қазір 3500 бонус бар, иә? Мен бұл 3500 бонусты сұлпаққа барып, бір 7000 теңгеге, қандай да бір жаңағыдай. Тефальскварада бола ма, Тефальдің жаңағы чайнигі бола ма, иә, білмеймін енді. Фен көресіздер ма, 7000 теңге, соның 3500 теңгесін ғана төлеп, 3500 осындай бонус арқылы төлеп, затты алсаңыздар болады. Онлайн заказ жасау арқылы да болады, офлайн сұлпаққа барып алсаңыздар да болады. Тек осы күнделік бонусқа тіркеліп, сертификаттан алған бонусыңыз сақталса болады. Егер сіз ата-ана болатын болсаңыз, иә, күнделіктің өзінің мобильді құрылғысы бар, ата-анаға арналған, иә, күнделік мектеп Pro. Соны сатып алсаңыз, 3500 теңгеге бір жылдық подпискасын сізге 3500 бонус болып, әрмен қарай оны қайтадан береді. 3500 бонус қылып, яғни сіз мұғалім ата-ана ретінде аласыз. Мына жерден көріп отқандарыңыздай бізде жақын арада, енді қазір кейбіреулеріңізде көрінуі мүмкін, срогын қазір мен сұрап кейінірек айтатын боламын, Яндекс қосылып жатыр, иә? Яғни осындай батырманы көрсеңіздер, күнделік бонустың ішінен, мынандай Яндекстің, яғни сіздерде подпискасы болмайтын болса, промокодын алуларыңызға болады. Бұл бізде қазір ата-аналарға біртіндеп хаттар жіберіліп жатыр, мұғалімдерге жақын арада қосуға тоже тырысамыз. Теле2-ға да ауыстырсаңыздар болады, енді Теле2-да 2 ғана гигабайт береді, білмеймін енді бұл сіздерге қажет па, қажет емес па, негізі сұлпақтың сыйлықтары өте құнды, керегірек деп ойлаймын сіздерге. Оқушылар бонусты 5 класстан 11 классқа дейін Халық банктен алады, яғни халықтан Easy деген, халық Easy деген детская карточкасы болатын болса, күнделік арқылы ашылған, әр алған 10 балдар үшін халық 100 бонусты Home Bank деген мобильді құрылғысына салып отырады. Сол бонустарды оқушылар өздері жарата алады. Сұрақ қойсам бола ма? Иә, тыңдап отырмын. Бұл бонустар күйіп кетеді деген ғой, иә? Иә, мұғалімдердің бонусы 3 айға дейін жарайды. Сіз егер бонусыңызды қолданып үлгермей қалсаңыз, біздің қолдау қызметіне жазсаңыз болады. Тексеріп көреміз, егер шынымен қолданбағансыз, білмей қалған боларсыз, ұмытып кеткен боларсыз, қайтадан оны 1 аптаға біз восстановление жасап бере аламыз. Сол мәселе бойынша да біз өткен жылы өткен едік та, сол сертификат алды,
иә осы күнделік KZ-тен мұғалімдердің бәрі алды. Кейіннен бар ютубтан көріп жатырмын да, сол 5000 төлеген сертификатымызды біз бонус қылып жарата алады екенбіз деп кейіннен көріп жатырмыз. Оны біздің мектептікі бәрі күйіп кетті ғой енді, ол өткен жылы болды ғой. қараңыз, иә, сертификаттың құны негізі 2,5 мың теңге. Сол 2,5 мың теңгеге біз 2,5 мың, кешіресіздер, 2,5 мың, иә. 2,5 мың теңге, сол 3 мың бонус қылып бердік. Мұғалімдеріңіз жазсын, жекелей әрқайсысы маған кейбіреулер түсінбей қалады, әкімшілер бүкіл мұғалімнің тізімін бізге жібереді де, осыларға бонусты жасап бер дейді. Біз өйтіп істей алмаймыз. Әр мұғалім өзі жекелей жазуы қажет. Біз әр мұғалімді жекелей тексеріп қараймыз, егер көретін болсақ, шынымен күйіп кеткеніне, онда ол бонусты бір аптаға, максимально бір аптаға қайтарып бере аламыз. Сұлпаққа ауыстырған кезде сіздерде ол бонустарыңыз еще 1 ай сақталады. Жақсы болатын еді, иә. Онда осы сізге хабарласамыз ба онда? Иә, номер қазір барлықтарыңыз жазып алыңыздар, естіп тұрсаңыздар, 8775 Ручка бер. 8775 863 1669. Тек қана WhatsApp. Номерді қайталап жібересіз бе өтініш? 8775 863 Әріптестер, мен Zoom-ның чатына жаздым, қарасаңыздар болады. 1669. Енді қараңыздар, ол жерде тек қана мен отырмаймын, менің де әріптестерім бар. Біз 3-4 адам болып осы чатта отырамыз. Кейде мен жауап беріп қалам, кейде әріптестерім жауап беріп қалады, сондықтан сұрақтарыңызға мейлінше тез жауап беруге тырысамыз. Әріптестер, рахмет, 1 сағаттан аса Алтын 1 минуттаға да. В общем, рахмет айтқым келеді. Во-первых, бонус бізде оқушылар пайдаланады. Сол үшін и белсенді сабақтарына да қатысады, күнделікке де кіреді. Это очень хорошая идея. Және тағы да мына неге қатысты, профильге қатысты. Мысалы, біз күнделікті оқушылардың бәрін толтырамыз ғой, я как администратор говорю. Сол жерде алфавитная книга қосуға бола ма? Мүмкіндік бар ма сондай? Түсіндім. Енді мен күнделік ұжымына, яғни күнделікке, яғни күнделік жүйесіне жеткізетін боламын. Все, рахмет. Қатаң құжаттарына қосып сол алфавитная мектеп бұл ұсыныста бар, біртіндеп келе жатқан ұсыныстардың бірі. Бізде мына КСП-ны автоматтандырылған түрін көрсетті ғой, осы да ұсыныста бар еді. Бұдан кейін де алфавитный книганы, қатаң құжаттардың есебінде, сондықтан да бұны кезегімен қосатын болады. Алияға айтамын, Алмас мырза, сосын сізге айтар мүмкін жауабы. Қаша болады. Әйтпесе онда біраз уақыт болып қалды. Бізде Алтын ханым, үлкен рахмет жаңалықтарыңызды бөліскеніңізге, сыныстың талаптарымен, функцияларымен толық таныстырғаныңыз үшін. Бізде сұрақтардың барлығымен толық қамтылды деп ойлаймын. Егер де сұрақтарды қайталап көргісі келетін болса, мен сіз ссылка жіберсеңіз, сол ссылканы мен чаттарға жіберемін, қосымша тағы қарап алатын болады. Үлкен рахмет, жұмысыңызға табыс тілеймін. Рахмет, сіздерге де сау болыңыздар.